Армысыздар. Ертегі әлеміне қош келдіңіздер. Зарлық, мұңлық ертегісінің екінші бөлімін бастаймыз. Әлқиса, Күлмес ханның қырық жігіті жалаңаш баланы өлтірмек болып, найзаларын сала береді. Бала айтты: «Тақсыр, арызым бар, бұларға тоқта деңіз», деп сәлем берді. Патша жігіттеріне тоқта деді. Жігіттер тоқтады. Енді баланың Күлмес ханға айтқаны: «Ассалаумағалейкум, алдияр тақсыр ханым. Кедейдің зарқынан беттен кетті арымыз. Жалаңаш жаяу жүрген соң кетті ғой біздің сәніміз. Жаяу екен демеңіз, мен баланы таныңыз. Аңға шыққан Күлмес хан, құлан деп атсаң қодықпын. Көлден тартқан борықпын. Ақылы қысқа тақсыр-ай, ер жұртынан айырылған бізде ғаріп жетімнің жолы болмасқа немене. Іздеп шыққан елімнен сұлтаныма жолықтым. Келе жатқан бала едім, бір халетте бар едім. Еш нәрсе жоқ ойымда, төрт періште ат шапқан қырық сілтердің тойында. Іздеп шыққан елімнің сұлтаныма жолықтым. Қыстыраудың бойында ақсақ қоян сықылды. Сіздей ғаділ патшаға біздей жетім ынтықты. Қайырлы хан дегенге сұрай келдім тұрмын мен. Жүз айыл қыраны мылтықты, шаруа тігер шайланы, пақырлар қылар пайданы. Қайырлы хан дегенге сұрай келдім тұрмын мен. Алтынды пышақ найзаны, Құдай кімді қалыпты, қалаған киер мынатты. Қайырлы хан дегенге сұрай келіп тұрмын мен. Алтын айдар садақты, Құдай қылса бір істі көтерер пенде әр істі. Қайырлы хан дегенге сұрай келдім тұрмын мен. Исфахан қылышты сүйедім пірге арқамды, жүрген жерім дарқанды. Қайырлы хан дегенге сұрай келдім тұрмын мен. Шарайына белді қалқанды, шөл баласы шөлдейді. Атымды менің ғайып ерен, зарлық хан деп қойыпты. Қайырлы хан дегенге сұрай келіп тұрмын мен. Гүлзара деген атыңды. Әлқиса зарлықтың бұл сөзіне хан күлді де жүре берді. Ханның күліп басқа сөз айтпағанына зарлық қапа болды. Енді қырық жігіт патшаға айтты: «Ей тақсыр, сіз өміріңізде еш күлмеген емес едіңіз. Сол себепті Күлмес хан деп аталған едіңіз. Енді ол жалаңаш бала аузына келгенін айтып сандырақтап еді, күлдіңіз, себебі не?» деді. Патша күлгенім жоқ деп айтпады. Қырық жігіт көп өтініп сұрады. Енді патша айтты: «Пәруәрдігер Құданың құдіретіне тамаша қылып күлемін. Неге десең, ол жаяу баланың әкесі бізден 10 есе артық ұлы патша еді. Оны жаяу қайыр сұратып қойғанына күлемін» деді. Қырық жігіт бұл сөзге нанбады. Енді хан айтты: «Ей жігіттер, күндердің күнінде шөгірлі елімнің барлығын қуып айдап ортаға келтіргенде нанарсыңдар» деп жүре берді. Енді зарлық бала жоғарғы шаһарға барды. Келсе, аспаздар тамақ пісіріп жатыр. Келіп, бұл не дейді? Тағам деді. Туғалы кісінің қолынан тағам жемеген бұл екі қазанын асын бірдей бітірді. Аспаздар пұлын хисап қылып отыр екен, жүріп бара жатқан: «Пұлын бер» дейді. Тыңдамады. Жүгіріп барып, ұстап ұрсып жанжал қылып еді. Зарлық құтылып кетті. Онан бір дүкенге келіп, жаяулы отырған шапандарды көріп, бірін алып, бірін киді, оны тастап, біреуін киді. Ақыры аралап бірнеше шапанды киіп жүре берді. Дүкен иесі: «Ей, пұлын бер» деді. Тыңдамады, жүре берді. Енді тамам қалмақ жабылып, тартып алып қалды. Зарлық біреуінің қолындағы балтасын тартып алып кетті. Қалмақтар дүкенге қашып барады. Ол күн зарлық далаға аунап жатып ойлады: енді не болса, кешегі өзім көрген дүкенге
барайын да өзіме лайық бір шапанды киейін, мұңлыққа лайық бір шапанды алайын деді. Таң атысымен жүгіріп келе жатты. Келе жатыр Зарлықжан ертемене ертелеп жолға түсіп екпіндеп, жаман тоны баланың көтеніне жетпей келтеңдеп, келте тоны үстінде шоматай сілтеңдеп, анда-санда көрініп басы шығып шолтаңдап, мүсәпір келсе алыстан хал ақуатын сұрамас. Шаһарға кірді аралап, тар көшені паналап, қалмақтың заңталақ, екі беті қанталап, зарлық жанды көрген соң жиылды бәрі анталап, онда зарлық келеді. Ақ бүкендей желеді, өзі батыр ереді, қалмақпенен ісі жоқ, кешегі көрген дүкеннің құлпыны бұзды балталап, енді қалмақ келеді. Ұрыс қыла береді, тұр дүкенді паналап, қолындағы арқанмен қуалап тұрды сабалап. Ода атадан туады, бұда атадан туады. 15 жинап арқанға тартып буады. Бөрі түйген қойдай ғып тұс-тұстан қуады. Садағы жеткен жер болса, тартып келіп барады. Мылтық жеткен жер болса, атып кетіп барады. Талай қалмақ қырылып, жылап кетіп барады. Шаһардағы қалмақтар қашып кетіп барады. Қылыш жеткен жер болса, қырып кетіп барады. Өз білгені Зарлықжан қылып кетіп барады. Көп қалмақты қырмаққа, бір шерменде қылмаққа Зарлықжанның обары қыдырып кетіп барады. Бұл майданның көп қалмақ майып кетіп барады. Ана баласын қуып кетіп барады. Қойға кірген қасқырдай сойып кетіп барады. Қалмақтардың төбесін ойып кетіп барады. Қанын ұрттап Зарлықжан тойып кетіп барады. 60 атты бір жерге, 70 атты бір жерге түйіп кетіп барады. Мола қылып өлгенін үйіп кетіп барады. Зарлық батыр қалмақты жойып кетіп барады. Қалмақ қашты жағалап, тар көшені паналап, ұлт атасын дадалап, дадасы сулап балалап, қастыққа кірер Зарлықжан аш арыстандай аралап. Батыр туған Зарлықжан қалмақты қырды саралап, 18 мың барды ғалым қырып жойып, көп қалмақты ер Зарлықжан қылды тәмам. Әр кітапта пайғамбар аты сыры болып, қажылар кітап оқыды, көзінің жасы тізіліп, жайдың оғы түскендей шаһардағы көп қалмақ бәрі қашты. Бұрылып қалмаққа қашып кеткен соң, батыр туған Зарлықжан болғанға мойын бұрады. Өзі көрген дүкенге қайта жетіп барады. Бекітулі дүкенді балталап, құлпын бұзады. Киімді қабаттап шүкір қып қаққа тұрады. Сарайына алды, қолына суретіне қарады, сонда тұрып сөйледі. Пұл жібердім қалаға, бұзау баспақ танаға, қанша киім кисемде жараспайды екен-ау, сендей бір күйген қараға. Сонау көлге барайын, әбден аппақ болғанша, 7 күн жатып жуғайын қамқа бауларын сүйретіп, суға қарап жөнелді иесіз тастап қалмақтың қазына дүкен сарайын. Батыр туған Зарлықтың жүрегі оттай қаулады. Ағартам деп денесін балшыққа суға аунады. Жаяу жесе жылдай боп, шекер жесе балдай боп, көл шетінде толықсып, толқын соққан салдай боп. Әлқиса жоғары шаһардың барса адамдар қашып барып қанның ортасына тығылады. Енді қан 40 жекке бұйырады. Барыңдар, сол күнгі баланы тауып алып келіңдер. Жалғыз қызым Құралайды беремін. Сөйтіп көңілін ауламасақ елімді ойран қылар, дейді. Енді 40 жігіт әр жерлерде қарап жүріп, көлдің шетінде суға шомылып отырғанын көріп, Зарлық екенін біліп, қасына жақын барсақ ұстап алады деп алыста тұрады. Егер ол жерде ұмтылса, ордаға барамыз деп Зарлыққа айтқандары. Біз тұрмыз сізге жете алмай, сізден жауап алмастан, қанға қайтып кете алмай,
Бізді патша жіберді, сізге келдік, патшаның бұйрығынан өте алмайсызды. Патша шақырды, ақ жүзіңді көргелі аңда жүріп көрген соң, онан соң қайтып көрмеді. Сізге патша жіберді. Құралай қызын бергелі көріңіз, ханның бақтысын жейді, жұрттың жақсысын. Күлмес хан сізді шақырды бергелі, сізге тақтысын, келмесін тақсыр қаһарын, ашылған гүлдер бахарын. Патша сізді шақырды бергелі, мұзылыс сахарын, екі саулық бір қозы бахар айда қырарым. Шыққан бері сұңқарым, күлмесқан сізді жіберді бергелі гүлсары ат деген тұлпарын. Әлқиса енді зарлық ойланды. Менің қарындасым айтқан пірі екен деп менің ана күнгі сұрағанымны бәрі пір аңдыған екен. Үнде қош уақыт болды. Және айтты, ей жігіттер, келіп мені екі қолымды байлап жаяу айдап апарыңдар деді. Енді жігіттер келіп қасына аттан түсіп еді. Зарлық бала жігіттердің атын қолына тартып алып, ертұрманы сыпырып жіберіп, өздерін ұрып қуалап, баршасын қанға жаяу айдап келді. Бұлар да қан көріп айтты, менің қазынамда қанша көп суреттер бар еді, соны көрсетіңдер дейді. Ол суретті көрсетті, қызықпады. Енді зарлықтың алдына дастархан жайып, жігіттер қызмет қылды. Неше түрлі тамақтар қойды. Зарлықтың тамаққа ісі жоқ. Жігіттермен ойнасам деп көтеріліп қойса, жігіттер алды артына қашады. Енді зарлық тура жігіттерге ұмтылды. Зарлық бала ойнайды, арыстандай қотырып, өртекеде жұтылып, қуды жігіт ұмтылып, қамданып тұрған 40 жігіт 15-і кетті құтылып, 25-і баланың қолында қалды тұтылып. Құтылып кеткен 15-і қан алдына бара алмай тауға қашты сытылып. Баланың өзінің нашарды, бала қолы ашады, мінезді қалайша ойнайын десе, қашады, бұда бір қашып кетер деп 25 жігітті астына алып басады. Балаларша үстіне секіріп жүріп ойнаса, кесектей қанды құсады. Қай-қайдағы зардабы шықсын деп құсқан сайын құсады. Патша келіп қараса, оқ жыландай ысқырып, ортекедей басқырып, жігіттерді ботына қысып-қысып тыстырып. Әлқиса патша мұны көріп, балаға жетіп келіп, қол қосырып тұрып айтқаны: екі саулық бір қозы бағар айда қырқарым, қарзымды тыңда, сұлтаным, саған тарту шырағым. Гүлзары ат деген тұлпарым, сөйлеуге қалым келмейді, құрыды жаман демеңіз. Ақтыңы тұйғын қыз сен болдың, қоңыр алақас мен болдым, ұстап алған жеміңді бермеймісің? Сұңқарым келе жатқан шағыңда көріп едім өзіңді, ат үстінен абайлап байқап едім сөзіңді, дұшпандардың ішінде тұман қылмай жүзімді тарту қылып, мен тұрған Құралай атты қызымды, 40 жігітімді өлтіріп сындырма менің белімді. Баққа қонған бұлбұлдай сайратпағын тілімді, елімді тарту мен қылдым, қай жерде таптым мінімді. Менің айтқан бұл сөзім жалған емес, шынымды. Бүйте берсең жан бала кетіресің сынымды. Жалынса жақсы кешеді, жаман қылма күнімді. Шағы қылып шамалып сынады мені, әлімді тату қылып жалынып, алдыма салдым барымды. Бұған көңілің толмаса, алдыңа салып берейін тоғайда жатқан малымды. Бұқара болып ел жұртым саған қарап, бағыңды дұшпандық ішінде сындырма балам сағымды. Бір сапар балам сыйлаған менің айтқан қарзымды, төкпе беттен арымды, патшазада шырағым, қашырма беттен қанымды. Күні болса кеше көр қан, атан келіп жалынды,
Асыл туған шырағым, көргеннен сені сыйладым. Сыйлағаным емес пе, ел-жұртымды жинадым. Дастархан салған жігітті мұнша неге қинадың? Асыл туған шырағым, асыл күміс гауһар тас. Әр нәрсеге болса жинағың, менде өзіңде қан едім. Bir сапар балам сыйлағын. Әлқиса бұған жауап бермесе, әдепсіз боламын деп зарлыққан ханға айтқаны. Естіп сенің атыңды шығып едім елімнен, жаялықтан жүре алмай, асу асқан беліңнен туралап кешіп өте алмай, шалғыған шалғар көліңнен көңілімді бұл іс жоқ еді. Қанатам болды пиғылын келе жатқан шағымда, өзіңді аңда көргенім осы шығар, ханым деп иіліп сәлем бергенім. Жол болсын балам дегенде жөнімді айтып бергенім, біліп тұрып жөнімді жақсы жауап бермедің. Мен өзіңді көрмедің, назар салып адам деп баланы көзге ілмедің. Әлгі есімнен кетпейді, сақалыңды сипалап масқара қылып күлгенің. Бір жетім келсе күлесің, осымен патша білгенің, келіп тұрған күлмесқан, еш нәрсені білмесқан. Жалынсаң да бұл зарлық тілегіңді бермесқан, неге келдің қыдырып келген баланы кісі орнына көрмесқан. Мені бүйтіп сынама, өзіңді бүйтіп бұлама, тағдыр жетпе Алладан, ажалсыз адам өлмесқан. Жетім қылды Құдайым айырып ата-анамды, Қызыр Ильяс зар болып медет таптым даладан. Тұз қайбір еренде атымды қойған зарлыққан, алдыма келдім, мен кештім, тұз бұйырып келген соң әр нәрсеге болар күлмесқан. Әлқиса бұл сөзді айтып жігіттерін босатып жіберді де, енді патша ордасына келіп жігіттерге айтты: барыңыз, Құралай қызымды алып келіп қосыңыз, көңілі алданып, еліме тыныштық береме екен дейді. Онда жігіттер 15 қатынға бұйырды. Құралайға жұмсады 15 бірдей қатынды, ордаға құрды шатырды, тоқтақалы айламенен зарлыққанды батырды. 40 жігітпенен күлмесқан бір жерге қылды, ғақылды сарайды жатқан қан қызын. Ордада қаны отырып, 15 қатынын шақырғалы барады. Құралай жатқан сарайға қатындар назар салады. Барса үйі бұзылған қатындар аңтаң қалады. Аңтаң болып қатындар төңірекке қарады. Бәрі де қатын таңданды. Бұзылып жатқан тамдарды байқаса, жаңа бұзылған басылмай жатыр шаңдары. Терезенің алдына бір тамған екен қандары. Тамған қанды көргесін жиылып барған қатынның шошып кетті жандары. Не дерін білмей қатындар іздей тұғын, үзі жоқ, зарлап айтар сөзі жоқ. Қайтып келді қатындар, елге қарар жүзі жоқ, ордада отыр зарлыққан. Арыстандай ыңыранып, әп жыландай толғанып, алсам деп біреуменен қозғала түсіп, ырғалып ойласады. 40 жігіт қасына мұның бармалық, қапа қылар біздерді, қасында мұның тұрмалық. 15 қатын келеді, Құралайдан құр қалып. Құралайдың өзі жоқ, белгілі кеткен ізі жоқ. Құлақ салған жарандар есіктен 6 тал еді. Есіктің алды тал еді, талды кессе сал еді. Құралайға бір қасық Қарадәу деген бар еді. Құралайға ынтық боп қосылмаққа зар болды. Сөз сөйлейін басынан ғашық еді Қарадәу. Құралай қызға жасынан. Құралай десе Қарадәу айырылады ғашық боп. Аузында тұрған асынан бір әзәзіл бар еді, жай қылған еді ол шайтан. Қарадәудің қасында Қарадәуге жолдас боп бір әзәзіл жүріпті, әр нәрсені көріпті. Құралай жатқан сарайға тап сол күні келіпті. Зарлыққа қызды бермекті, ол күні шайтан біліпті. Хабарсыз жатқан ол дәуге хабарды шайтан беріпті. Құралай жатқан ордаға ашуланған бойменен Қарадәу жетіп келіп, шыдай алмай Қарадәу әйнектен қолды салыпты. Бейхабар жатқан сорлыны әйнектен тартып алыпты.
мұны біліп зарлыққан кірденді көшіне жауатын бұлттай түнеріп сөйлемейді кісіге адам қарап болмайды зарлықтың сонда түсіне құралайдай сұлуды дәу алып кетті деген соң толды қайғы үстіне ал зарлық қан сөйлейді менің өзім баламын балада болсам данамын жетім болып өссем де ішімде бір толған санамын ғайып ерен жар болса қара дәудің қолынан құралай қызы аламын жабылықта мені күлмес қан құралайды іздеп барамын тәуекелді көз жұмып ішімді қаққа саламын құдай өзің пана бол дәргәпіне бас ұрдым оңғарғын осы талабым сыйынған пірім еренді ойлаған ойым тереңді әр нәрсеге десем күлмес қан маған тауып бер енді өзімді жолға саламын талабымды көренді маған берген қыр қарға сегіз қырлы беренді зарлық қан қаққа жалбарды аманат еті жан барды тәңір берсе алармын қара дәуде заңғарды маған бергені қарға заһарға салып саураған тас кескен асыл қанжарды бүйткен күнім құрысын болмайды енді тұрысым мақұл болсын аллаға менің бұл қылған жұмысым кәміл пірім жар болса оңғарған алла бұл ісім құралайды дәуден алмасам зарлық қан атым құрысын маған берген күлмес қан заһарға салып сораған асфаханы қылышын құдай кімді қалапты қалаған киер манатты құралайдың жолында енді қылдым талапты ғайып бірім жар болсын саламын жұртқа санатты атаңа нәлет қарадәу жолына бізді қаратты бұл талаптан қайтпасын мені де құдай жаратты іс қылайын ерлерге тауып бер маған бір атты атың болсын жолдасым ұшар құстай қанатты сыйынған пірім дәуітті күйдік жинап мауытты құралайдың жолына көңілім менің ауыпты тауып бер маған жарақты қылмайтын жаудан жауапты бекер ішер шарапты дәуахиндер құдайым әр түрлі жанды жаратты маған берген қыр қарға алтын айдар садақты әлқиса күлмес қанға айтты ей балам әлқиса күлмес қан айтты ей балам барма бекерге өліп кетерсің деді енді 40 жігіт айтты ей тақсыр осыменен көбеймей-ақ қояйық жан шықты ғой қоя беріңіз деді енді қан айтқан қару-жарақтарын даяр қылды астына көздері атты мінгізді тұлпар атты мініп алып жолға түсіп бір ғазал оқыды батыр тоған зарлыққан дәуді іздеп жөнелді жалғыз өзі зарлықтың жолға түсіп келеді шу жануар гүлсарат көкірегінде жазған хат көңілінен жануар жол табатын жуық тарт дәудің жатыр қолында құралай атты шахизат құйрығың сұлу жануар көтеріп шапсың жапырақтай бойың сұлу табақтай белің сұлу гүлсарат төрт қырлаған қайрақтай кербез басқан аяғың қыз таңдаған бойдақтай баса көргін ойнақтай жалың сұлу гүлсарат күлтеленген жібектей сипатыңа болайын мал түспеген түбектей танауыңа болайын түбі түскен шелектей шу жаны бар шу дейді ескен желдей гулейді қарсақ жортқан қалыңнан қарғып өтіп барады түлкі жортқан түлкідей төтелеп өтіп барады құлақтары терледі телеген сайын көреді көлденең жатқан аңғарды жер ошақ құрлы көрмеді қамысы басты санына жәбір қылды жанына ілеспеді ұшқан құс гүлзара атты шаңына гүлзара аттым тұлпарым құс қанатым сұңқарым жол танабын жуық тарт жауға шабуға іңкәрім зарлыққан
атқа қатырды, сауырының қамысы батырды. Төрт жақтан шыққан от нысананы атып жерге шашылды. Неше дүркін бел жүрді, неше дүркін күн жол жүрді. Арада сусыз шөл жүрді. Сөйлеріне сөз болды, жүргеніне жапан түз болды. Зарлық батыр сол уақытта көлденеңді қырық құлас үлкен дарияға кез болды. Тарылды зарлық айласы, ақылының жетті пайдасы, қарсы алдында кез болды өліне бұлақтың дариясы. Бұл дарияны көрген соң аға берді көз жасы, болды сарсаң бір басы жар етіпті пірлері, ақ дегенде зарлықтан тарқатып көңіл кірлерін, жүрген жолы қазылды су дегенде гүлсарат, қырық құлаштай барып жазылды. Жат қылды зарлық құдіреті, атқа қылды рақымды, көтерілді гүлсарат, қарғығанда жануар, қырық арқан бойы ол кетті, көкке қарап қырылдап, ұшқан құстай пырылдап, бұлтқа жақын ол жетті, ар жағына дарияның мысықтай болып топ етті, түскен жері тұлпардың ойла жаздап сол кетті. Гүлсара ат мінді қайратқа, зарлық қан кірді ол шақта, дария жұмыс болмайды, астында тұлпар саратқа. Гүлсары атты ырғатты, атқа ноқтай сырғатты, көзіне ілмей дарияны тәуекел деп қарғытты. Жүрек болмас жаманда, Гүлсары аттай келбетті, жылқы болмас жақында, жығылмастан дарияға алып шықты жапанға. Өткізді оған дариядан зарлық қандай балаңда, зарлық қаның жақсылар, ал қайратып көр енді, келе жатқан зарлыққан ойнақтап тұрған алдында бір бөлек тауды көреді. Әлқиса зарлық ойлады, бұл жақтың тауы көшіп жүреді екен, бір таудың астында қалып өлемін бе деп. Бұл тау Қарадаудың үйінің түңлігі екен. Дәу демін алса шошаңдап тұрған. Зарлық бала жетіп келді. Келсе үйден құралай сұлу шыға келіп. Айты, бейшара, бұл жерге неге келдің? Өлесің ғой дейді. Зарлық батыр қызға атын ұстата салып, өзі үйге кіріп кетті. Қарадау ұйықтап жатыр екен. Жүгіріп үстіне шықты, оянбады. О жақ бұ жағына қарап қарады. Көздеген дәудің шоқпары босағада тұр екен. Оны алып дәуді басқа ұрды. Енді дәу көзін ашып қарады. Зарлықтың ұрып тұрғанын көрді. Дәу айтты: «Ей бала, мені неге ұрасың? Ұрғанның шыбынның шаққанындай шаққаны қадарлы болмайды» дейді. Енді зарлық айтты: «Сені өлтіремін» деді. Дәу айтты: «Мені өлтірер болсақ, әуелі менің бір аяғымменен күрес. Мен көтеріп тұрайын. Аяғымды жерге тегізсең, сенімен күресейін. Аяғымды жыға алмасаң, ұйқымды бұзба, жөнел» дейді. Енді зарлық батыр қолындағы арқанын тұзақ қылып, аяғының басына іліп алып, тысқа шығып, атына мініп, тақымына салып, үйден сүйретіп ала жөнелді. Осыменен екінші бөлімнің соңы бітті.